Келді. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде таң шолпан дәл қазір бізде әр сенбі сайын өздеріңізді асыға күтетін Қазақстан дауысы балалар жобасының қатысушылары. Бұл екі әнмен біз не айтқымыз келді? Көрмей тыңдау кезеңі аяқталып, ендігі сіздерді қызу кезең күтіп тұр. Бұл жекпе-жек кезеңі. Ал жекпе-жек кезеңінің қатысушылары Елігай Сәменбек, Абай Әскеров бүгін біздің бағдарламамызда қонақта. Ал қош келдіңдер. Сәлеметсіз. Шіркі, құдай-ай. Ал кет, көңіл күйлерің қалай, ең бастысы? Өте керемет. Мен енді Елігайға қарап отырмын. Елігай маржандай тістері тізіліп маған күлімдеп қарап отыр. Ал сен неге күлмейсің маған қарап? Абай? Күл кәне. Тістеріңді аппаға екен. Енді жалпы өздерің Қазақстан дауысы балалар жобасындағы ең бірінші қорқынышты нәрсе не ол? Айтыңыздаршы. Ұялу ма? Ең бірінші қорыққан нәрселер не болды Қазақстан дауысына келген кезде? Қазақстан дауысында мен қобалға жүрген жоқпын. Ешқандай қорыққан жоқсың? Жоқ. Келдің, айттың, бұрылды, солай қатысып жатсың. Ал Абай? Енді ең басында ешкім бұрылмай ма деген қорқыныш болды. Бірақ ең соңғы секундтарында Дастан ағам бұрылды. Сол кездегі сезімді айтшы енді Абай. Көрдік барлығымыз, өзің, көзің, жанарың сол төрт тәлімгерде болды. Ақыр соңында Дастан бұрылған кездегі сезім қандай болды? Мен өз-өзіме қатты сене алмай, өте күшті сезімде болдым. Сол кезде іштей қуандың? Иә. Үйдегілер не деді? Үйдегілер молодец деді, апам, атам бәрі звондап, құттықтап мен. Құттықтады, иә. Ал өзің Елігай? Жанар Дұғалованың тобындасың, иә? Иә. Саған да сол Жанар Дұғалова бұрылды, иә? Тек қана. Ал қандай сезімде болды? Өте қуандым. Өйткені арғынман дегенде мені басқан ғой, сосын қуанып кеттім қатты. Қуанып кеттің бе? Иә. Жаңа арғымақ дедің бе, соны жай айтып қойдың, қатты айтшы. Қай кезде бұрылды, қай секундта бұрылды, барлығын білетін секілсің өзің. Қай сөзде бұрылғанына? Ал айтшы. Қай сөзде? Арғынмын деген сөзде. Соны әнмен айтып берші, сол кезде. Домбырамен. Жоқ, сол кәдімгі, өзің айттың ғой, жайлап арғынмен деп айттың ғой, соны бізге айтқан. Домбырамен айтсаң да домбырамен айт. Көрейік. Арғынман. Жанар Дұғалова бұрылды саған. Ал Жанар Дұғалованың тобына қош келдік. Шошып кеттің ғой деймін. Жақсы, жалғастыра екенде Абай өзің, жалпы менің дауысым Димаш Құдайбергеннің дауысына ұқсайды, мен сол секілді жоғары ноталарды аламын депсің. Ал, мен саған қиын сұрақ қойдым. Дәлелдеп берші соны. Себебі мен туғаннан бастап көп айғайлап өлең айта беретінмін. Көп айғайладың ба? Иә. Сол кішкентай кезімде, сосын кішкене өсіп екінші сыныпқа келгенде атам айтты, қалаға баратқанда вокалға бердіңдер, дауысы бар, содан өнер шығады деді. Сосын мен вокалға берді. Одан кейін мен басында простой әндер айтып жүрдім. Сосын папам осы Димаштың өлең айтып көр деді. Сосын мен басында қиын деп ойлағам, бірақ дауысым келеді екен. Енді Димаш деген екенсің, Димаш Құдайберген, өзіміздің мақтанышымыз ғой, сол секілді бол деп саған тілек айтамыз, және де осы жоғары ноталарды алам дедің. Қане бір көрейік өзің дауысыңды, акапелламен бір, ал тағы бір ән. Ал кеттік. Хат жазды, қалам алып, сізге еркем, жүзін бар 14 ай, айдай көркем. Есіме сен түскенде беу қарағым, қозғайсын қатып қалған ай, іштің дертін. Дай
қоймайсың қатып қалған ай іштің дертті. Қайтейін уәдемнің ай жалғанына. Көзден де жас кетті. Мінеке, мұндай ноталарды алу енді дәл осындай жаста қиын болмақ. Ал бұны шыңдаса, алда уақытта Димаш Құдайберген ағаның жолын берсін дейміз. Әлемді бағындыр. Жақсы ма? Ал Елігай бет қарап отырмын. Не деген керемет дауыс. Сеніңге дауысың керемет. Қазір сұраймыз оның барлығы. Енді жобаға сен ол дәстүрлі әнді алып шықтың. Неге дәстүрлі әнді? Ұстазың таңдап берді ме? Өзің дәстүрлі әншісің, иә? Иә. Ал енді келесі жекпе-жек кезеңіне эстрадалық бағытты неге көрмеске? Мүмкін домбыраны да бірге алып шығарсың. Ойламаймын. Дәстүрлі әнмен? Жоқ. Соңына дейін дәстүрлі әнмен барасың ба? Егер өтіп жатсаң? Кейбір кездерде ғана. Кейбір кездерде ғана, иә. Енді домбыраңнан тағы бір сенің әуезденіңмен бір ән сұрасақ сені. Қысқаша ән болса бір. Ал кет. Жоғары ноталарды алып, әдемілеп. Қазір домбырасын дұрыстап жатыр, асықпай сіздерге соның керемет бір ән жолдамақшы. Қазақстан дауысы балалар жобасының қатысушысы Елігай Сәменбек. Ал, дайынбыз ба? Шіркін. Ал, кеттік. Бәрекелді, кеттік ал. Бәрекелді. Аттым мәсеттарындаған нарындап ән саламын дарымаған. Аспанның аясында ән шалқытқан болдым, даусым көктей дамылдаған. Көмекей көп қабылсын әнмен арсам, өте әдемі. Енді, демалыс келе жатыр. Жазғы демалыстарда не істейсіңдер? Соңғы сұрақ болсын. Қазақстан дауысына қатысам. Қазақстан дауысына қатысасың. Сен ше? Одан бөлек демаласыңдар ма? Өздерің бір жаққа барғыларың келе ме? Әлде сол өнерлерін шыңдайсыңдар, иә? Иә. Мен апаммен... Ата-жеңе барасың? Иә. Семейге барам. Ендеше жолдарың болсын, жазғы демалыстарың жақсы өтсін. Рахмет сендерге керемет бір көңіл күй сыйлағандарыңа ризамын. Қымбатты көрермен, бізде қонақта болған Қазақстан дауысы балалар жобасының қатысушылары Елігай Сәменбек және Абай Әскеров. Ал біз аздаған үзілістен кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз.